Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбеков шығармашылық тұлға. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты мәтін бойынша автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын, тыңдаушыға ықпал еткен тәсілін талдай отырып, негіз болды анықтайсыңдар. Олай болатын болса, бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен таныс болайық. Санаға сіңіру, осознать, бетімізден қақпай, давать свободу, ғұмыр, жизнь, мөлдір, прозрачный, ықылас, внимание, сирек, редкий. Міне балалар, бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздерді естеріңізге сақтайды деп ойлаймын. Сайын Мұратбеков қазақтың белгілі жазушысы, журналист. Ол 1936 жылы Алматы облысы Қапал ауданында дүниеге келген. 1957-1963 жылы Қазақтың мемлекеттік университетін сырттай оқып, 1971 жылы Мәскеудегі жоғары әдеби курсты бітірген. 1954-1967 жылдары өз ауылында мұғалім, облыстық, аудандық газеттердің әдеби қызметкері болған. 1962-1972 жылдары Жұлдыз журналында, Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, көркем әдебиетті насихаттау бюросының директоры болды. Ал 1972-1977 жылдары Қазақстанның коммунистік партия орталық комитетінде жауапты қызметкер болды. Ал 1977-1980 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы. 1980-1984 жылдары Қазақстан жазушылар одағының хатшысы. 1984-1986 жылдары жазушы баспасының директоры болды. Ерекше дарын иесі 2005 жылы Жабайы алма повесі үшін тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты атанған. Сайын Мұратбековтың шығармалары балалар 50-ші жылдардан кейін кітап болып жариялана бастады. Сайын Мұратбековтың Жабайы алма, Жусан исі, Кел өскен ұл, Менің қарындасым деген әңгімелері, повестері бар. Және осы әңгімелері мен повестері көптеген шет тілдерге аударылған. Жазушы 2007 жылы Алматы қаласында қайтыс болған. Балалар, сабақ түсінікті ғой? Олай болатын болса, біз тапсырманы орындауға көшейік. Бірінші тапсырма: сандарды сөйлейді әдісі бойынша жеке жұмыс жасаймыз. Мәтінде берілген сандармен деректерге сүйене отырып, кестені толтыруға сендерге 1 минут уақыт беріледі. Бастайық. Ал балалар, дайынсыз ба? Кім бастайды? Айта қойшыңыз. 1936 жылы Сайын Мұратбеков Алматы облысының Қапал ауданында дүниеге келген. 1971 жылы Мәскеудегі жоғары әдеби курсты бітірген. Жақсы. 1967-72 жылдары Жұлдыз журналында Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгеруші болды. 1957-1963 жылдары Қазақ мемлекеттік университетін сырттай оқып бітірген. Жақсы. Майдан берген адам. 1977-77 жылдары орталық комитетінде жауапты қызметкер болды. Жақсы, дұрыс. 1964-1968 жылдары аудандық облыстық газеттердің әдеби қызметшілері болды. Жақсы, 1980-1984 жылдары Қазақстан
Жазушылар одағының хатшысы болды. Өте жақсы. 1987-1980 жылдары қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы болды. Жақсы. 2007 жылы жазушы Алматы қаласында қайтыс болды. Жақсы. Жаңа айтылды. 2005 жылдары тәуелсіз Тайвань сыйлығының лауреаты атанды. Жақсы. Юра. 1984-86 жылдары жазушы баспасының директоры болды. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Олай болатын болса, бұл тапсырманың директоры мәтінді тыңдайды, кестені толтырады. Енді өзімізді бағалап көрейік. Бұлама? Алай той. Тапсырманы орындау маған қиындық туғызбады. Жақсы. Елнара. Маған тапсырманы орындау оңай болды. Жақсы. Маған оңай болды, қиын болмады. Жақсы, өте жақсы. Олай болатын болса, олар екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырманың мәтінді оқып, негізгі оймен автор позициясын анықтаңдар. Алдымен біз мәтінді оқып аламыз. Кім оқиды? Осман оқи ғой. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Зергер сөздің шебері жазушы Сайын Мұратбеков өмірдің болмысын шынайы бейнелейтін таңғы шықтай мөлдір шығармалары арқылы оқырмандардың жан жүрегін баурап, ықылас құрметіне бөленген сирек дарын иесі. Сайын біздің ұлттық құндылығымыз. Оның шығармасының ғұмыр ұзақ. Бүгін болмаса ертең ұлтына қарамай-ақ, өз оқырманын ажырамастай табысатын кәміл. Жазушы Шерхан Мұртаза. Жақсы болды. Мәтінді түсініңдер. Олай болатын болса, осы жұмысты орындауға уақыт беріледі. Мәтіндегі негізгі оймен автор позициясын анықтайық. Ал жұмысқа кірісейік. Дайынбыз ба балалар? Олай болатын болса, мәтіннің негізгі ойын кім айтады? Ал келесі қалай. Жазушының сөз шебері, сирек дарын иесі, шығармашыл тұлға екенін, оның шығармалары ұлттық құндылық екенін насихаттау. Жақсы, дұрыс. Жақсы, Осман. Айта ғой. Автор қаламгер мен халықтың арасын байланыстырушы, жазушының талантына табынушы, бағалаушы, жазушының шығармаларын оқырманға жарнамалаушы. Жақсы, өте жақсы. Олай болатын болса, балалар, бұл тапсырманың директоры мәтінді оқиды, автор позициясы мен негізгі ойды анықтау керек болатын. Және 1+1 минус әдісімен бағалайды осы жұмысты. Кәне, кім бағалайды? Ал айтуға қалай орындадыңыз? Бұл тапсырманы орындау маған қиын болған жоқ. Автор позициясын анықтауды қиындады. Жақсы, тағы кімде? Кім қалай орындады? Айта ғой. Мен бұл тапсырманы өте жақсы орындадым. Маған ешқандай қиындық болмады. Жақсы отырады.